Сәлем қайырлы достар. Қазіргі кезде мотоцикл көбеюіне байланысты мотоциклдің моторын ауыстыратындар жиі кезігіп жатыр. Енді бұл мотор ауыстыратын кезде, мысалы, жаңадан мотор салсаңыз да мейлі, бұрынғы советский мотоциклдер ғой, соның рамасына мотор салсаңыз да, немесе қытайскийдің моторын ауыстыратын болсаңыз да, осы мотордан шыққан тоқ жолына ерекше қарағандарыңыз дұрыс. Өйткені бұл тоқ жолы, егер сіз қытайский мотоцикліңіз болып мотор ауыстыратын болсаңыз, екеуінің тоқ жолы сәйкес келмесе, сіз жаңа моторды алғаныңызбен де ол жаңа мотор өзіне тоқ шығарып бере алмай қалады. Сол үшін тоқ жолына қатты қарағандарыңыз дұрыс. Мен енді сіздерге бүгін үнемі кезігетін қытайскийлердің моторлардың 3 түрлі тоқ жолын көрсетіп берейін. Видеоның аяғына дейін көріңіздер. Егер мотор алам немесе мотор ауыстырам деп жүрген кісілер болса, бұны міндетті түрде көрулеріңіз керек. Біріншісі, мына мотордың динамосынан, яғни осы тоқ беретін жерден қара көк, жасыл, сары, қызыл сары. Дәл осындай 5 тоқсын шығады. Бұл үнемі кезігетін тоқ жолының біреуі. Ал енді екіншісінде мына қара көгіміз, жасыл, сары, қызыл сары. Осы 4 жолдың шығады. Екінші реткі сіздерге көрсеткен отырған тоқ жолы. Ал енді үшінші реткісінде мына қара көгіміз шығады, жасыл және 3 сары тоқ шығуы мүмкін. Бұлар енді қазіргі кездегі қытайский мотоциклдерде үнемі кезігетін 3 түрлі тоқ жол. Бұл үшеуіндегі негізгі айырмашылық өте көп деп айтуға болады. Өйткені жаңағы мына екеуінде, екінші мен үшіншіде бұл екеуінің жұмыс жасау қағидалары негізінен бірдей. Ал енді мына біріншісінде ол мүлдем басқаша. Өйткені жаңағы мына динамодан шыққан осы 5 тоқ бірден коммутаторға барады. Коммутаторға барып, содан бобина арқылы свечке тоқ шығады. Ал енді мына 2 түрлі тоқ жолда бұл екеуінде де коммутаторға барады. Бірақ бұл коммутатор жұмыс жасамайды оған. Тек реле қатысқан кезде ғана коммутатор жұмыс жасайды. Яғни реле болған кезде ғана коммутатор свечке тоқ береді. Не болмаса, аккумулятор болған кезде ғана коммутатор свечке тоқ береді. Сондықтан бұл 2 тоқ жолы мүлдем басқа. Енді басқа болатыны, мысалы, мына коммутаторға сыртынан қараған кезде екеуінде ешқандай бір өзгеріс болмайды. Бірақ мына коммутаторға 6 тоқ сым кіріп тұрады. Ал мынаның коммутаторына 5 тоқ кіріп тұрады. Сондықтан бұл екеуінің тоқ жолы да, жұмыс жасауы да 2 басқа. Дәл осы мотордан шығып тұрған тоқ жолы нешеу екендігіне қатты қарағандарыңыз дұрыс. Енді бізде әзір мына 5 сымдықтың видеосы салынды, комплект. Барлық видеолары бар. Енді 4 сымдықтың видеоларын енді салаяқтап жатырмыз. Өйткені көп кісілер осы барыста шатасып жатыр. Енді осыны видеоны да алдыда салатын боламыз. Каналға жазылып, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Егер қандай да бір моторға, мысалы, басқот секілді мотоциклдерге мотор салам десеңіздер, мотордан шыққан тоқ жолын коммутатор релесімен қосып, комплекті тоқ жолын барлығын жалғап береміз. Тек моторды рамаға орнатып қойсаңыздар ғана барлығы жұмыс жасайтын қып, өзіміз орнатып та бере аламыз. Егер видео қызық болса,
келесі видеоларда көргіңіз келетін болса, міндетті түрде каналға жазылып лайк басып отырыңыздар, қолдап отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.